Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай балалық шағымызда буфеттен сатып алып жейтін коржиктер дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер, өте дәмді болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранымызды ыдысымызға салып, үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, венчиктің көмегімен осылай реакция жүргенше жақсылап араластырып аламыз. Осылай реакция жүргенін байқаймыз. Одан кейін үстіне шекерімізді салып, және сұйық майды құйып, жақсылап шекер еріп кеткенше венчикпен араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін қанттың толық еріп кеткеніне көз жеткіземіз. Осылай шай қасықпен алып көреміз. Міне бізде қантымыз толық еріп кеткен. Енді үстіне 1 шымшым тұз салып, ұнның үстіне жарты шай қасық қамыр қопсытқышты салып, осылай електен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнымыздың қалған бөлігін салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай болады, қолға жабысқақ болады. 15 минут тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін осылай астына ұн сеуіп, қолымызды кішкене майлап жіберіп, қамырымызды жаятын боламыз. Осылай қолымызбен басып, оқтаумен кішкене ғана жаямыз. Қатты жұқа қылып жібермейміз. Егер қатты жұқа қылып жіберсеңіздер, коржиктеріміз қытырлақ болып қалады. Сондықтан қалың 1,5 сантиметрдей қылып жаямыз. Бауырсақтан сәл қалыңдау болады. Осылай формаға келтіреміз. Мен бұл жерде осындай жүрек пішінді ыдысты қолдандым. Осылай кесіп, жүрекше пішініне енгіздім. Егер сіздерде коржиктің формасы болатын болса, сонымен кессеңіздер тіпті керемет болады. Мен осылай ыдысты қойып, сыртынан пышақпен кесіп алдым. Жүрекше пішінді коржиктарымызды осылай пергамент қағаздың үстіне қойып, 170-180 градус қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Және коржиктарымыздың бетіне айранды осылай жағып шығамыз. Айран жағып болғаннан кейін кішкене қант немесе мак сепсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жерде тек айран жағып қана пісіріп алдым. 15-20 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Жүрекше пішінді коржиктерімізді духовкаға жібердім. Енді қамырымыздың қалған бөлігінен жайып, қатты жұқа қылып жібермейміз. Осылай жайып, кәдімгі шай ішетін кесенің көмегімен домалақ етіп кесіп, бұны да 15-20 минутта қызып тұрған 170-180 градус пеште пісіріп аламыз. Мінекей домалақ пішінге осылай келтіріп, пергамент қағазымызға салып, бетіне жаңағы айранымыздан осылай жағып пісіретін боламыз. Және де, құрметті көрермендер, менің каналымды көбісіңіз маған тіркелмей, яғни подписация етпей көреді екенсіздер. Сондықтан подписация деген батырманы басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Мінекей 15-20 минуттың ішінде осылай коржиктарымыз қып-қызыл болып пісіп шықты. Жұп-жұмсақ, әп-әдемі, кезінде буфеттен 15-20 теңгеге сатып алатын коржиктеріміз дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса, лайк басып, комментария қалдырып қойыңыздар. Ас болсын. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.